Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Менің атым Азиза. Бүгін мен сіздерге отбасымда таң қалдырған ерекше ыстық тамақтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай ерекше қылып жасап, отбасыңызға ұсынып көріңіздер. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Оның үстіне қопсытқыш яғни разрыхлитель тұзымызды қосып, жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Содан кейін оның үстіне ерітілген сары майымызды қосамыз. Менде 72%-тік, 72-82%-тік майды қосатын боламыз. Содан кейін оның үстіне ұнымызды екіге бөліп, қосып алдымен венчиктің көмегімен, содан кейін қалған ұнымызды қосып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне бізде осындай қамыр дайын болды. Енді оны демалдыруға қойып қоятын боламыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасына ет, тәтті бұрыштар және де картоп пен сәбіз қажет. Етті майдалап, осылай 4-5 турап алып дайындап қойдым. Оның үстіне тәтті бұрыштарында бір сары, бір қызыл тәтті бұрыштарды видеодағыдай 4-5 етіп турап, оларды үстіне қосатын боламыз. Және де оның үстіне картоп пен сәбізді, 2 дана картоп пен 1 дана сәбізді де дәл солай 4-5 етіп турап, оларды да кесіп дайындап үстіне қосатын боламыз. Салмасына осы көкөністерден басқа, өзіңіздің қалауыңыз бойынша басқа да көкөністер қосуға болады. Енді турап алғаннан кейін оның үстіне тұзымызды, қара бұрышымызды және де дәміне қарай паприка қосатын боламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша басқа да көкөніске арналған приправаларды қосып жіберуге болады. Содан кейін оның үстіне 100 мл суымызды қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Біздің салмамыз дайын, ал енді қамырын жасайтын боламыз. Бізде қамырымыз кішкене қолға жабысқақ болады, сондықтан да ұнымызды молына сеуіп, бірінші жақсылап тұрып елеп алатын боламыз. Енді осылай жақсылап елеп алғаннан кейін оны бөліктерге бөлетін боламыз. Яғни астыңғы бөлігіне, үстіңгі бөлігіне екеуден бөлеміз. Астыңғы бөлігіне кішкене үлкендеу түрлерін алатын боламыз да, ал үстіңгі бөлігіне кішкентай түрлерін алатын боламыз. Яғни бізде ыдыстағы тамақ түрі болғандықтан 2 данадан келетін болады. Осылай бөліктерге бөліп, жақсылап тұрып оны да дайындап алатын боламыз. Міне дайын болды. Видеода көрініп тұрғандай, кейбір бізде бөліктеріміз үлкен, кейбір бөліктер кішкентай. Астыңғы бөліктеріне үлкен бөліктерін жіберетін боламыз. Яғни осы ұнға аунатып, жақсылап тұрып, ондай қатты жұқа да емес, қалың да емес, орташа қалыпта жайып алатын боламыз. Ондай қатты жұқа болмау керек, себебі астыңғы бөлік тесіліп кетуі мүмкін. Енді екінші бөлігінде дәл солай жайып алатын боламыз. Біз деген өзіңіздің кесеңіз бойынша соған өлшеп, сол форматта осылай жайып алатын боласыздар. Міне үстіңгі бөлігі де кішкентай қылып, үстіне келетіндей қылып өлшеп жайып алдым. Енді астыңғы бөлігін ыдысымызға осылай орналастырып аламыз. Жан-жағын осылай кеңітіп, енді оның үстіне салмамызды салатын боламыз. Салмамызды салғаннан кейін екінші қамырымызды алып, осылай бетін жауып, енді жан-жағын біріктіретін боламыз. Ашылып кетпеу керек, себебі бізде салмамыз піскен кезде су шығатын болады, сондықтан да жақсылап тұрып, бір-біріне жапсырып, сосын видеодағыдай жан-жағын осылай түйіп шығамыз. Сол кезде бізде осындай формада болып шығады. Немесе өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі етіп сыртқы бөлігін
сендеп жіберсеңіз болады. Міне біздің тамағымыз дайын. Осылай барлығын жасап шығамыз. Жан-жағын осылай түйсеңіздер әдемі көрініп тұрады. Енді осы дайындап алған тамағымызды үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, содан кейін кунжутпен әсемдеп жібереміз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Сіздерге ас болсын. Егер видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әр апта сайын жаңа рецептер шығып отырады. Сондықтан да менің арнамды жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай керемет тамақты жасап отбасыңызды қуантыңыз.